Менің атам Мамыраев Ботабай, Жаңарқа ауданындағы Жаңаталап ауылының тумасы. Қарағанды педагогикалық институты тарих факультетінің түлегі. 1939 жылы әскерге шақырылып, 1940 жылдың қаңтар айынан бастап Фин соғысына қатысса, 1941 жылдан бастап Ұлы Отан соғысына қатысты. 1943 жылдан бастап 577 артиллериялық атқыштар полкінің құрамында болды. Парашютпен 136 рет секірген. Ленинградты қорғаған әскерлердің құрамында болған. 1945 жылы Мәскеудегі жеңіс парадына қатысқан. Соғыс уақытында жауынгерлік ерлігі үшін 1942 жылы ерлігі үшін медалімен, 1943 жылы Қызыл жұлдыз орденімен, Сталинград, Прага, Ленинград, Будапешт қалаларын азат екен үшін медальдармен, 1945 жылы Берлинді алғаны үшін медальмен марапатталған. Отан соғысының бірінші дәрежелі орденімен, Ұлы Отан соғысының 20, 30, 40, 50 жылдық мерекелік медальдармен марапатталған. 1953 жылы туған жеріне оралып, зейнеткерлікке шыққанға дейін номер 1 қазақ орта мектебінде әскери жетекші болып істеді. Жеңіске жету жолында атамның асқан ерлігі мен отан үшін әскери жанқиярлығын әрқашан мақтан етемін. Ешкім де ештеңеде ұмытылмайды, себебі бұл біздің тарихымыз, біздің мақтанышымыз, біздің даңқымыз. Мен атамды мақтан етем.